бәріне ассалаумағалейкум достар, сіздерге мен еврокезет және бүгінгі видео достар біз бүгінгі видеода жай ғана брейнрот ұрла жайлы видео болады достар, бірақтан бұл біздің геймплей жайлы емес. Не үшін десеңдер достар, бүгін біз сендерге жақсы жаңалық емес, бірақ біртүрлі бір жаңалық айтатын боламын достар. Осы жақында достар байқағандағындай қараңдаршы, мына жақта барлық брейнрот шығып жатыр да, бірақ ең шықпай жатқан кім деп ойлайсыңдар достар? Араларында мүлдем шықпай жатқан кім достар? Ойлаңдаршы соны. Әрине ол бізде достар Тунг Сахур деген ең бірінші шыққан брейнроттардың бірі достар. Оны білетіндеріндей Тунг Сахур негізі ең басында шыққан, және бір адам искусственный интеллектпен оны генерировать еткен тұғын. И және дәл солай қазір сол Тунг Сахур керемет мем болып, танымал болып солай болған тұғын достар. Бірақ қазіргі кезде достар олардың бәрі ойыннан өшіп кетті. Не үшін десеңдер, достар көріп тұрсыңдар ма? Тунг Сахур, дұрыс па? Сол осы Тунг Сахурдың разработчигі, міне итальянский брейнрот шығарған біздің разработчигіміз сол разработчик өзіне соны авторский права ретінде алып алған. И соның кесірінен енді бізде достар ойын өшіп кетуі мүмкін. Яғни укради брейнрот және де эволюция брейнрот бар ма, барлық любой ойын өшіп кетуі мүмкін. Я достар, біз білетіндей осы Тунг Сахурдың осындай баласы болған еді. Тунг Ситос деген баласы болған, және де оның тіпті әйелі де болған. Бірақ ол бізге маңызды емес. Маңыздысы осыны шығарған адам, ол достар сол TikToktан басталған еді. Яғни достар, осының бәрі, осы брейнрот дейма, Тунг Сахур дейма, тралалело дейма, осының бәрі осы Нокса ашты деген осы адамның арқасында пайда болған. Енді осы адамның дегенде, осы адам искусственный интеллектке жазған, мынандай нәрсе бар, мынандай нәрсе жазып берші, шығарып берші деп, и сол кезде достар осындай бізде Тунг Сахур деген пайда болатын тұғын. Ал бұны не үшін айтып отыр десеңдер достар, дәл осы адам сол укради брейнрот пен эволюция брейнрот бар ма, барлық брейнрот ойындарына жалып тастаған. И соның кесірінен достар, қараңдар достар, тіпті мына жерде Тунг Сахурдың түрі жоқ. Мына Тунг Сахур бар ғой әрине достар, бірақ бұл андай прямой түрі емес та, бұл сүйек болып қалған түрі да, бірақ қараңдар, мүлдем еш жерінде Тунг Сахурдың мүлдем түрі жоқ. Тіпті эволюция брейнротты қараңдар достар, мына жерде Тунг Сахур тұрады енді ғой әшейінде, дұрыс па? Бірақ бұл жерде де қараңдар, Тунг Сахурдың бір түрі жоқ. Тіпті вообще қараңдар, тек қана осындай капучино заттар бар, осы каркер деген заттар ғана бар, бірақ басқа Тунг Сахур деген еш жерден табылмайды достар. И дәл солай біздегі мына жердегі ойындардың бәрін үстіп бағанағы брейнротты создать еткен адам достар жайлап жоқ қыла береді осылай. Және достар тек қана оның әшейін сыртынан ғана бүйтіп өшіре салмаған оны, и плюс оны достар индекстен де алып тастай салған. Қараңдар, индексті қарасаңдар, мына жердің еш жерінде Тунг Сахур жоқ достар. Тунг Сахур негізінде обычный деген жерде тұру керек достар, бірақ қараңдар, Тунг Сахурдың біреуі жоқ. Та Сахур, анау деген заттар бар, бірақ Тунг деген зат вообще мүлдем жоғалып кеткен достар. Не үшін десеңдер, себебі авторский права беріп жерген осы бағанағы Нокс деген адам, сол авторский права беріп жіберген достар. Авторский права дегеніміз не? Яғни авторский права деген типті андай, сендер өздерің жазасыңдар бір нәрсені, и соны ешкім ұрлап алмау, қадағалау достар. Сондай істеген, бірақ мен түсінбеймін, оны қалай ол авторский права істейді, егер ол достар искусственный интеллект оны создать етсе, достар, жасанды интеллект оны жасайды, бірақ ол өзінен сол авторский праваны алып достар. Соны мен мүлдем түсінбеймін, миыма кіріп қонбайды. Және достар, тек қана ол әшейін дәл сол Тунг Сахурды ғана өшіре қойған жоқ, және де тағы басқа да брейнроттарды өшірген. Яғни достар, ол мына жердегі Тунг Сахурды өшірген, және де мына көріп тұрғандай пакрах мат дегенше мынау достар, мына брейнрот өзі мынандай қалам ба бір нәрсе достар, сол үшін осы брейнротты достар ол өшіріп тастаған. Не үшін десеңдер достар, ол айтқан, маған ақшаны бересің, осы ойыннан тапқан ақшаны кішкенесін бөлігін бересің, немесе ойыныңдағы осы заттарды өшіріп тастаймын деп айтқан, және де олар келіспеген, сөйтіп достар осы брейнроттарды ойыннан алып тастады. Тек қана ол емес, топ дегенде де алып тастаған, сосын мынау Блабле Блу олдың да алып тастаған, тіпті достар Диндун біз кеше ойнап жүрген, соны өшіріп тастаған достар. Көріп тұрсыңдар ма, қаншалықты датаво сұмдық екенін. Міне Тунг Сахурдың әйелі достар, егер білмесеңдер,
Тіпті достар ол жақында ше, білесіңдер ма? Осы ютуберлердің бәрінің видеоларын өшіріп тастауы мүмкін. Сол заттар болмас үшін достар, Туң Сахордың заттарын қайтарыңдар, брейнроттарды қайтарыңдар деп қазір адамда ютубта болып жатыр. Енді білмеймін, түсір оны мен шарт етпеймін особо, бірақ естіп қалған соң сендерге де айтайын деп шештім достар. В общем, осы достар комментарий жазыңдар, қалай ойлайсыңдар, бұл Туң Сахорды өшірген осылы брейнрот, укради брейнротты өшірсін ба немесе өшірмесін ба, міндетті түрде комментарий жазып кетіңдер. Арна тіркеліп кетіңдер достар, лайк басып арна тіркелуді ұмытпаңдар, сол кезде видеоларды өткізе алмайсыңдар. Және де жақында біз Roblox ойнататын боламыз достар. Ал онда достар, видеоны көргендеріңізге рахмет. Давайте, достар.